Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге фунчоза салатының рецептісін көрсетемін. Өзімнің ерекше рецептім деп айтсам да болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, ұнап жатса лайк басып кетіңіздер. Алдымен сиырдың етін ұзынша етіп турап аламыз. Етті қалауыңыз бойынша көбірек немесе азырақ қоссаңыздар болады. Етіміздің барлығын ұзынша етіп турап болғаннан кейін табамызға майымызды құйып, етті піскенге дейін қуырамыз. Кейінгі заттарды дайындаймыз. Бір жуаны алып, оны да ұзынша етіп турап аламыз. Болгар бұрышын да ұзынша етіп турап аламыз. Содан соң сәбізді ұзынша етіп турап аламыз. Осы кезде қайнап қалған суымызға фунчозаның макаронын салып, үстінен қаттырақ бассаңыздар, осылай суға батып өзі суды сіңіріп алады. Содан соң 15-20 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. Енді негізінен фунчоза салатына кәдімгі огурцы қосады, бірақ та мен соленый огурцы қосқанды ұнатамын. Енді біз мына жақта піскен еттің үстінен жуамызды болгар бұрышын салып, одан ары қарай қуырамыз. Кішкене қуырылғаннан кейін үстінен сәбізді және де соленый огурцымызды салып, тағы да қуырамыз. Паприка саламыз, қалауларыңыз бойынша, перец саламыз, тұз саламыз. Араластыра отырып 5-7 минуттай қуырамыз. Тоқтай қуырылып болғаннан кейін үстінен сарымсақ пен петрушкамызды саламыз. Бұл кезде уже қатты қуырмайсыздар. Осы кезде газдан алып, суытуға қойып қоямыз. Біздің дайын болған фунчозаның макаронын ыдысымызға судан сүзіп алып, үстінен дайын болып тұрған салмамызды саламыз. Осылай үстінен салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң чим-чим для фунчозы деген приправа болады, соны қоссаңыздар болады. Уксус қоспаймыз, өйткені чим-чим приправаның ішінде өзінің уксусы болғандықтан уксусты қосудың қажеті жоқ. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын, жасап көріңіздер, ас болсын.